Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Ақнұр каналыма қош келдіңіздер. 1955 жылы түсініксіз жағдайда жоғалып, 37 жылдан кейін ғана оралған ұшақ туралы шынайы аңыздар бар. Бұл оқиға 60 жылдан астам уақыт бойы адамдардың санасын ойландырып келеді. Бұл не? Уақыт әзілі ме? Әлде кәдімгі фантастика ма? Менімен бірге болыңыздар. 1955 жылы 2 шілдеде Pan American Airways 914 рейсі Нью-Йорк қаласынан ұшып шығады және Майамиге таңғы 9:53-те қону керек еді. Бортта 61 адам, 57 жолаушы және 4 экипаж мүшесі болған. 3 сағаттан кейін ұшқыштар байланысын тоқтатады, ал лайнердің өзі кенеттен радардан жоғалып кетті. Маршрут жартылай Атлант мұхитының үстінен өткендіктен авиация қызметкерлері ұшақ судың үстіне құлап, суға батып кетті деп болжам жасайды. Дереу ауқымды іздестіру шаралары ұйымдастырылады, бірақ нәтиже бермейді. Ұшақ із-түзсіз жоғалғандар тізімінде болғанымен, ақш билігі оны апатқа ұшырады деп жариялаудан басқа амалы қалмайды. 37 жылдан кейін кенеттен ол ұшақ Венесуэлада пайда болады. 1992 жылы 9 қыркүйекте Каракас әуежайының диспетчері Хуан де ла Карте радардан белгісіз нысанды көреді. 10 минуттан кейін әуежайға жоспарланбаған ұшақтың жақындағаны белгілі болады, ал диспетчерлер мұқият қарап шыққанда лайнердің өте ескі екені белгілі болады. Бұл ұшақ 40 жыл бұрын шығарылғаны белгілі болады. Ұшақ терезелерінен аң-таң болған жолаушылардың жүздері көрінеді. Жаңа ғана қонған ұшақ қозғалтқыштарын іске қосып әуеге көтеріледі. Бірнеше минуттан кейін жұмбақ тақты аспанға көтеріліп, көзден ғайып болады. Радар экраны бұрынғыдай бірде-бір ұшақты көрсетпей, толығымен тыныш болады. Хуан де ла Корте жұмбақ ұшақтың экипажымен радио арқылы байланысуға асығады. Ол лайнердің қайда бара жатқанын сұрады. Ол келесідей нәрсені алды: бұл 914 рейс. Біз Нью-Йорк-Майами бағыты бойынша Флоридаға бара жатырмыз. Бортта 57 жолаушы мен 4 экипаж мүшесі бар. Хуан де ла Корте ұшақтың маршруттан 1500 км ауытқыған және қазіргі күнін хабарлайды. Каракас әуежайының диспетчерлері осыдан 37 жыл бұрын жоғалып кеткен лайнердің өздеріне жақындап қалғанын білгенде қатты таңғалады. Соған қарамастан ұшақты қабылдау үшін ұшу-қону жолағын жедел дайындау туралы шешім қабылданады. Лайнер аман-есен қонды, ал әуежай қызметкерлері оған жүгірді, бірақ экипаж мүшелері байланыс орнатуға асықпады. Қайта оларды оңаша қалдыруды ымдап, бірнеше минуттан соң ұшақ ештеңе болмағандай ауаға көтеріліп, бұлттардың арасында ғайып болады. Дереу тергеу басталады. Куәгерлердің айтуынша, кірген жолаушылардың беттері үрей билеген. Содан кейін Каракас әуежайында ұшақтың болуын растайтын басқа фактілер табылмады. Не болды? Жаппай ақылсыздық, әлде фантастика ма? Әлде уақыт бойы саяхаттайтын елес пе? Бұл сұрақтар ашық күйінде жауапсыз қалды. Дегенмен, көптеген адамдар аңыздың растығына сенуін жалғастыруда, ал кейбіреулер тіпті жұмбақ ұшақтың жолаушылары әлі де үйлеріне қайтып оралған және олар 37 жыл бұрынғы кейпінде болғанын айтады. Бұл туралы ресми растау жоқ және ұшақтың шынымен де болған-болмайтынын болжауға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.
Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін адам баласының жады туралы 7 факт айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Салық институтының неврологтардың есептеулері бойынша адам миы 5-20 петабайтқа дейінгі ақпаратты есте сақтай алады. Бұл көлемі жағынан бүкіл жаһандық желімен салыстыруға болады. Дегенмен біз телефонда қайта оқығанымызды есімізде сақтамаймыз. Және сағатқа қарағаннан кейін 1 секундтан кейін сағат неше екенін ұмытып кетіп жатамыз. Калифорния университетінің ғалымдары эксперимент жүргізіп, суретке түсірілген нысандар жадтан тезірек жойылатынын дәлелдеді. Олар 50 оқушыны 3 топқа бөліп, барлығы бірдей суреттерді көрсетті. Бірінші топ оларды смартфонмен суретке түсірсе, екіншісі суретке түсіріп, бірнеше минуттан кейін суреттерді өшіріп тастады, ал үшіншісі жай қарап отырды. Біраз уақыттан кейін барлық зерттеушілерге көргендерін есте сақтауды сұрағанда, суретке түспегендер ғана тапсырманы орындады. Нобель сыйлығының лауреаты психолог Дэниел Канеман ұзақ уақыт бойы адамның жады құбылысын зерттеп, бізде 2 мен бар деген қорытындыға келеді. Бірі тәжірибені бастан кешірсе, екіншісі ол туралы естеліктерді сақтайды және оны бағалайды. Көбінесе бұл 2 мен сәйкес келмеуі мүмкін. Мысал ретінде ол экспериментке қатысушылардың бірінің сөзін келтіреді. Ол концертте 20 минут бойы әдемі симфонияны тыңдап, осы уақыт бойы музыкадан ләззат алады, бірақ оның бүкіл оқиғадан алған әсерін әлдебір жағымсыз діріл бұзады. Ол ең соңында естіген тәжірибе адамға ләззат сыйлады, бірақ оның жады соңында жағымсыз оқиғаға бұзылады. Есте сақтау процесі бар. Оңтүстік Калифорния университетінің ғалымдары ми имплантын ойлап тапты және қазірдің өзінде сынақтан өткізуде. Бұл болашақта әрбір адамға бүкіл білім энциклопедияларын басына сақтауға көмектеседі. Сынақтар эпилепсия және Альцгеймер ауруы бар науқастарға жүргізілді. Олардан бірдеген есте сақтау және сынақты орындау ұсынылды. Кейбір сұрақтарға жауап беру барысында есте сақтау қабілеттері белсендірілді. Тәжірибе барысында жаңа өнертабыстың есте сақтау қабілетін 37% дейін жақсартуға көмектесетіні, тіпті созылмалы есте сақтау қабілеті бұзылған адамдардың да көмектесетіні белгілі болды. Депрессия естеліктерді өшіреді. Руhr университетінің неміс неврологтары депрессияның адам миының жасушаларына әсерін есептей алатын математикалық алгоритм әзірледі. Депрессия бұзылыстары бар бірнеше еріктілердің миын зерттеу барысында ғалымдар ауыр депрессия өткен естеліктерінің кейбірін өшіруі мүмкін деген қорытындыға келді. Ұзақ уақыт депрессияға ұшыраған адамда жаңа жүйке жасушаларының пайда болуы баяулайды. Бұл біздің жадымызды бұзады және біз өткенді есте қалдырамыз. Естеліктер жалған болуы мүмкін. Кейде біздің естеліктеріміз жойылып, психика олардың орнын іс жүзінде болмаған нәрсемен алмастыруы мүмкін. Бұл құбылыс конфабуляция деп аталады. Бұл кейде алыс өткен оқиғаларға қатысты болады. Мысалы, бала кезімізден бірдеңені есерге түсіргенде немесе армандаған нәрсені өмірдегі оқиғалармен шатыстырғанда. Бірақ мұнда есте сақтау галлюцинациялары жиі орын алса, бұл прогрессивті амнезияны көрсетуі мүмкін. Қатысушылардан бірнеше сөздердің тізімін есте сақтау, содан кейін оларды қайталау сұралатын тест тапсыру арқылы жалған жадқа бейімдігін анықтауға болады. Егер адам тізімде ешқашан болмаған сөзді айтса, бұл конфабуляция деп саналады. Жаман естеліктерді өшіретін таблетка бар. Америка құрама штаттарының Джон Хопкинс университетінің ғалымдары тышқандарға жүргізген бірқатар эксперименттерден кейін мида жағымсыз тәжірибелер туралы ақпараттарды сақтауға жауапты ақуыз қосылыстарын тапты. Зерттеушілер бұл белоктарды және олармен бірге жаман естеліктерді есірткінің көмегімен жоюдың жолын ойлап тапты. Бұл әдіс көп пікірталас тудырады және әлі кеңінен қолданылмайды. Осылайша, посттравматикалық депрессия емдеуге және адамдарды тәуелділіктен құтқаруға болады деп болжауда. Жадтарды жүктеп алуға және басқа миға беруге болады. Сіз жаңа шет тілін үйренуге келгеніңізді елестетіп көріңіз. Ал мұғалім бір сабақта өзінің барлық білімін миынан сіздің миыңызға аударады. Ал енді сіз бейтаныс тілде сөйлеп жатырсыз. Мүмкін жақын арада бұл біздің шындыққа айналады және оқудан бұдан былай көп уақытты қажет етпейді. Лос-Анджелеста Калифорния университетінің ғалымдары РНК молекулаларын алу арқылы бір моллюсканың жадысын екіншісіне беруді үйренді. Бұл тіршілік иелерінің нейрондық жүйесі адамға қарағанда әлдеқайда қарапайым. Бірақ зерттеушілер біздің миымызда ақпаратты тасымалдау алгоритмі дәл осылай жұмыс істейтініне сенімді.
Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Не үшін Сентинель аралын адамжегіштер деп атайды? Ол аралда неге ешкім мойындамайды? Ол жақта адамдар қалай өмір сүреді? Бірге қарайық. Адамзат әрқашан бейтаныс жерлерді зерттеп, жаңа мәдениетті үйренуге тырысты. Дегенмен, әлемде әлі күнге дейін тайпасы бар арал бар. Ол туралы ешкім білгісі келмейді, және тәжірибелі саяхатшылар Құдайы ұмытылған аралына барғысы келмейді. Солтүстік Сентинель аралы 72 км квадратты құрайтын Бенгалия шығанағындағы Андаман аралдарының бірі. Бұл жерге баруға тыйым салынады. Себебі ол адамдармен байланыссыз деп аталады. Яғни басқа адамдармен ешқашан байланысқа түспеген. Бұл аралдың Сентинель тайпасының отаны болды. Ол сыртқы әлеммен кез келген байланыстан бас тартады және аралына жақындауға тырысатындардың барлығына агрессивті қарсы тұрады. Бір қызығы, бұл тайпа алғаш рет 1700 жылдары табылған. Сентинельдердің пайда болған уақыты бұл тас ғасыры. Онда байқау көрсеткендей, бұл адамдар әлі де өмір сүреді. Ресми түрде Сентинель аралы Үндістан үкіметімен басқарылады, бірақ шын мәнінде жолсыз Сентинель аралы өз құрыларына қалдырылады. Өйткені олар ешқандай мемлекеттің қосу туралы ешқандай келісімдерге қол қоймады және тіпті оны талқыламады. Аралда тұратын тайпаның саны әртүрлі бағалаулар бойынша 50-ден 400-ге дейін адам. Арал 18 ғасырдың соңында ашылған. Бірақ оның бар болуы шамамен бір ғасыр бойы ұмытылып кеткен және 1867 жыл ғана осы суда үнді елі сауда-саттық кемесі құлаған кезде ғана есіне алынады. Бүгінде антропологтар келбетке келетін адамдарды негрито деп атайды. Сентинель аралында сары терілер, бұйрақ, құлыптар биіктігі 170 сантиметрден аспайтын адамды тұрады деп айтылған. Сентинель аралындағы адамдар жалпы металдан жебелер жасайды және оны көптеген басқа қолөнер мен құралдарда пайдаланады. Жалпы 1974 жылы географиялық Сентинель қиылысында экспедициялық команда ол жерге зерттеумен барады. Және ол жердегі Сентинель аралындағы адамдар оларға жебелермен шабуыл жасайды. Америкадағы испандықтар сияқты оларға ойыншықтар, ас үй ыдыстарын, кокос жаңғағын және тіпті тірі шошқаны қалдырды. Бірақ жебелер қайтадан ұшып, біреуі деректі фильмнің режиссерін жаралайды. Және осы экспедициядан кейін аралға ешкім келмейді. Және бір қызығы, бұл 90-шы жылдары ғана болды. Және олар кемелерді сәл жақындатуға мүмкіндік берді, бірақ ешқашан аралдың ішіне кіргізуге мүмкіндік бермеді. Соңында Үндістан үкіметі байланысу әрекетін тоқтатады. Сондықтан 2004 жылғы цунамидің оларға қалай әсер еткені де түсініксіз. 21 ғасырдың өзінде-ақ белгілі, олар оны түнеуге тура келген бірнеше балықшыны өлтіреді және ұшып жүрген тікұшақтарға тастармен, жебелермен үркітеді, қорқытады, атады. Және бұл адамдар біз өркениет деп атайтын нәрсемен ештеңе білгісі келмейтіні анық.
бұл 914-ші рейс. Біз Нью-Йорк-Майами бағыты бойынша Флоридаға бара жатырмыз. Бортта 57 жолаушы мен 4 экипаж мүшесі бар. Хуан де ла Корте ұшақтың маршруттан 1500 км ауытқыған және қазіргі күнін хабарлайды. Каракас әуежайының диспетчерлері осыдан 37 жыл бұрын жоғалып кеткен лайнердің өздеріне жақындап қалғанын білгенде қатты таңғалады. Соған қарамастан ұшақты қабылдау үшін ұшу-қону жолағын жедел дайындау туралы шешім қабылданады. Лайнер аман-есен қонды, ал әуежай қызметкерлері оған жүгірді, бірақ экипаж мүшелері байланыс орнатуға асықпады. Қайта оларды оңаша қалдыруды ымдап, бірнеше минуттан соң ұшақ ештеңе болмағандай ауаға көтеріліп, бұлттардың арасында ғайып болады. Дереу тергеу басталады. Куәгерлердің айтуынша, кірген жолаушылардың беттері үрей билеген. Содан кейін Каракас әуежайында ұшақтың болуын растайтын басқа фактілер табылмады. Не болды? Жаппай ақылсыздық, әлде фантастика ма? Әлде уақыт бойы саяхаттайтын елес пе? Бұл сұрақтар ашық күйінде жауапсыз қалды. Дегенмен, көптеген адамдар аңыздың растығына сенуін жалғастыруда, ал кейбіреулер тіпті жұмбақ ұшақтың жолаушылары әлі де үйлеріне қайтып оралған және олар 37 жыл бұрынғы кейпінде болғанын айтады. Бұл туралы ресми растау жоқ және ұшақтың шын мәнінде болған Соңғы 150 жылда адамзат өмірі қауіп-қатерде тұрды. Себебі ядролық ракеталар ұшырмақшы болды және адам өміріне қауіп төнетін бірнеше жоспарлар құрылды. Адамзат өлтірудің ең үлкен қаруын ойлап тапты. Олардың күші таң қалдырады. Бұрын-соңды мемлекеттер қарулануда мұндай күшті болмаған. Адамдар ешқашан өзін-өзін жоюға жақын болған емес. мың 1962 жылы 28 қазанда Кубада Оковенада орналасқан американдық әскери базаның қызметкерлері қорқынышты бұйрық алады. Олардың айтуынша әскерилер үш елді КСРО, Қытай және Кореяны жою үшін дереу баллистикалық зымырандарды ұшыру керек болады. Оковена базасында ядролық оқтары бар 32 зымыран болады. Олардың барлығы толық жауынгерлік әзірлікте болды. Олардың ұшырылуы сөзсіз әлемнің және жер планетасындағы барлық тіршіліктің жоюына алып келеді. Алайда капитан Уильям Бассет сол күні базада кезекшілікте болады. Бұйрықты тыңдағаннан кейін Бассет оның дұрыстығына күмәнданады. Өйткені бұйрықта көрсетілген қауіп деңгейі оның атауына сәйкес келмеді. Ол Дефкон 2 деп белгіленеді, ал ядролық зымырандарды ұшыру тек Дефкон 1 бұйрығымен жүзеге асырылуы керек. Сондықтан арнайы нұсқаулар тағайындалады. Содан кейін Бассет жоғары шенді офицерлер асығыстық пен қатердің қате деңгейін көрсеткен болуы мүмкін деп ойлады. Бүкіл адамзаттың өмірі капитан Бассеттің қолында болды. Егер ол бұйрықты орындаса, жер бетіндегі барлық тіршілікпен бірге жойылып кетер еді. Оның өзі басшыларға барып қауіп деңгейін Дефкон 1 деңгейінде дейін көтеру немесе бұйрықтан бас тарту туралы ультиматум береді. Содан кейін ядролық шабуыл туралы бұйрық қате болып шығады. Содан кейін ол жойылады. Бұл оқиға бойынша барлық деректер құпия болып қалады және Уильям Бассеттің өзі 2011 жылы жария ету тәртібін бұзбай қайтыс болады. Әлемді жойылудан құтқарған офицер туралы ол 2015 жылы кейіпкердің әріптесі ұшқыш Джон Бортнердің ашуының арқасында белгілі болды. ақш үкіметі оқиғаның шындығын растады, бірақ капитан Бассет ядролық оқтарды пайдалану құқығын білдіретін шифрды не үшін алғанын айтудан бас тартты. 1983 жылы 26 қыркүйекке қараған түні кеңес офицері КСРО мен ақш арасындағы ықтимал ядролық соғыстың алдын алады. Бұл зымырандық шабуыл туралы ескерту жүйесінің істен шығуына байланысты басталуы мүмкін еді.
Серпухов 15 командалық пунктіндегі компьютер солтүстік Америкадан зымыран ұшырылғанын хабарлайды, бірақ жедел кезекші подполковник Станислав Петров сигналды жалған деп дұрыс бағалайды. Көз тірісінде Петровты көпке дейін ешкім білмеген, қазір оның есімі энциклопедияларға енген. Сол күні Станислав Петров кезекшілікте болмау керек еді. Ауысым әдеттегідей басталды. Мен жұмысқа сағат кешкі 20:00-де келдім деп есіне алады. Сол күні менің қарамағымда 80 әскери қызметші болды. Біз әдеттегідей істейтін іспен айналыстық, қарапайым ғана дейді. Сағат түнгі 00:15-те бақылау өткізу бекетінде сиреналар дауыстай бастады. Петровтың жұмыс орнына қарама-қарсы экранда кенеттен старт көз сөзі пайда болды. Сондай-ақ ол жерден солтүстік Америка картасын және батыс жағалаудағы әскери базаның жанындағы шағын алаңды көруге болады. Жүйеге сәйкес зымырандар дәл осы жерге ұшып жатты. Осы кезде бөлмеде отырғандардың бәрі Петровқа қарап бұйрық күтті, бірақ ол оларға тұрған жерінде қалуды бұйырды. Подполковниктің өзі ережеге сәйкес зымырандық шабуыл туралы ескерту жүйесінің командиріне және штаб бастығына хабарлауы керек еді. Ол үшін басқа бөлмеге кіріп телефон соғу керек болды. Мен 2 минуттан кейін басшылыққа қоңырау шалып, телефон арқылы дабыл қағып тұрғанын айттым, дейді. Зымырандар егер олар шынымен ұшырылған болса, біздің әуе кеңістігімізге еніп, радарларға түскенше 18 минутта болу керек еді, бірақ олай болмады деп жеткізеді. Петров келесі жылы 1984 жылы зейнеткерлікке шығады. Ақпараттық және саяси пікірлердің құпиялығына байланысты оның ерлігі туралы КСРО-да ешкім білмейтін. Ал оның өзі мен жақсы ұйықтадым, бәрін ұмыттым деп жасырын жұмысқа үйренгендіктен болған оқиғаға аса мән бермеді. Кеңес офицері Станислав Петров 3-ші дүниежүзілік соғыстың басталуына жол бермеген тағы бір адам болды. 1962 жылғы Кариб дағдарысы КСРО мен ақш арасындағы өткір саяси және әскери қақтығыс болды. Бұл қырғи қабақ соғыстың шарықтау шегі еді. Бірақ ол жерде не болды және Кариб теңізінің қандай қатысы бар? Кариб дағдарысына қатысушылар негізі КСРО бас хатшысы Хрущев пен ақш президенті Джон Кеннеди, Куба революциясының жетекшісі Фидель Кастро болды. 1962 жылы қыркүйек айы американдық барлау ұшағы Кубадағы зениттік қондырғылардың құрылысын суретке түсіреді. ақш президенті Кеннеди мен Конгресс ақштық жауын талқылайды. Кубаға әскери басып кіру ұсынылады, бірақ Кеннеди оған қарсы болады. Нәтижесінде олар теңіз блокадасындағы туралы келісімге келеді. Бұл құқық бойынша соғыс актісі болып саналады. 1962 жылы 24 қазанда Кубаның теңіз блогы басталады. Дәл осы уақытта ядролық оқтары бар 30 кеңес кемесі сонда бара жатты. Мәселе Кубада кеңістік зымырандардың болуы туралы заңсыз ештеңе болмағандығы анықталды. Дәл сол НАТО зымырандары бүкіл Еуропада, атап айтқанда Түркияда орнатылған. 1962 жылы 26 қазанда Хрущев Кеннедиге хат жазып, Кубадағы режимнің қауіпсіздігіне кепілдік беру шартымен ракеталарды жоюды ұсынды. 1962 жылы 27 қазан күні замандастар оны күнтізбе бітетін күн деп атаған. Американың U-2 барлау ұшағы Кубаның үстінде атып түсіріледі. Сол күні кеңестік Б-59 сүңгуір қайығы ақш әскери теңіз күштерімен соқтығысады. Капитан Савицкий мен оның көмекшісі Артипов басқарған сүңгуір қайық қазан айының 1 күні Кубаға аттанады. Мәскеумен байланысы болмайды, ал экипаж саяси жағдай туралы білмейді. Американдықтар сүңгуір қайықта ядролық зымырандар бар екенін білмей, су асты қайықты бомбалап су бетімен шығуға мәжбүр етеді. Сүңгуір қайық капитаны Александр Савицкий американдық флотқа шабуыл жасау үшін ядролық оқтары бар торпедо ұшыруға шешім қабылдайды. Саяси қызметкер Иван Масленников командирді қолдайды. Алайда бірінші жары Василий Архипов бұл шешімге қарсы болып, бұл мәселеде өте табанды болды. Ол КСРО жоғары қолбасшылығынан хабарлама келгенше әріптестерін ядролық қаруды қолданбауға көндіреді. Осы кісінің арқасында апаттың алдын алып, сол күні осы оқиғаға қатысушылардың барлығын тірі қалады. 1883 жылы тамызда мексикалық астроном Хосе Бонилла күннің дискісінің кесіп өткен фотосуретте оғаш нысандар түсіріп алады. Олардың 300-ге жуығы болады. Ғалымдар осыдан 130 жылға жуық бұрын болған оқиғаның сырын ашқанға ұқсайды. Олар мексикалық астроном Хосе Бонилланың 1883 жылы 12 тамызда жерге жақын кеңістікті бақылау кезінде қандай оғаш нысандар түсіндіргенін
түсіргенін түсіндірді. Кейінірек бұл үлкен кометаның фрагменттері екені белгілі болды және олардың барлығы жерге өте жақын өтті. Мысалы, кометаның кейбір бөліктері планетаның бетінен небәрі 538 километр қашықтықта ұшты. Олардың көлемі 795 метр, ұзындығы 1 шақырымнан астам болды. Осы кезде адамзатқа ядролық соғыс басталған жағдайдан кем емес апат қаупі төнді. Шын мәнінде кез келген ядролық жарылыс мұнымен салыстырғанда елеусіз болып көрінеді. Тунгуска Метрети деп аталатын астероидты еске түсірген жөн. Оның күші 50 мегатоннаға бағаланады және бұл ең қуатты сутегі бомбасының энергиясына сәйкес келеді. Егер бұл фрагменттер жермен соқтығысса, жарылыс энергиясы болады. Соңғы 150 жылда адамзат өмірі қауіп-қатерде тұрды. Себебі ядролық ракеталар ұшырмақшы болды және адам өміріне қауіп төнетін бірнеше жоспарлар құрылды. Адамзат өлтірудің ең үлкен қаруын ойлап тапты. Олардың күші таң қалдырады. Бұрын-соңды мемлекеттер қарулануда мұндай күшті болмаған. Адамдар ешқашан өзін-өзін жоюға жақын болған емес. 1962 жылы 28 қазанда Кубада Оковенада орналасқан американдық әскери базаның қызметкерлері қорқынышты бұйрық алады. Олардың айтуынша әскерилер үш елді КСРО, Қытай және Кореяны жою үшін дереу баллистикалық зымырандарды ұшыру керек болады. Оковена базасында ядролық оқтары бар 32 зымыран болады. Олардың барлығы толық жауынгерлік әзірлікте болды. Олардың ұшырылуы сөзсіз әлемнің және жер планетасындағы барлық тіршіліктің жоюына алып келеді. Алайда капитан Уильям Бассет
Сол күні базада кездесушілік те болады. Бұйрықты тыңдағаннан кейін Бассет оның дұрыстығына күмәнданады. Өйткені бұйрықта көрсетілген қауіп деңгейі оның атауына сәйкес келмеді. Ол DEFCON 2 деп белгіленеді, ал ядролық зымырандарды ұшыру тек DEFCON 1 бұйрығымен жүзеге асырылуы керек. Сондықтан арнайы нұсқаулар тағайындалады. Содан кейін Бассет жоғары шенді офицерлер асығыстық пен қатердің қате деңгейін көрсеткен болуы мүмкін деп ойлады. Бүкіл адамзаттың өмірі капитан Бассеттің қолында болды. Егер ол бұйрықты орындаса, жер бетіндегі барлық тіршілікпен бірге жойылып кетер еді. Оның өзі басшыларға барып қауіп деңгейін DEFCON 1 деңгейінде дейін көтеру немесе бұйрықтан бас тарту туралы ультиматум береді. Содан кейін ядролық шабуыл туралы бұйрық қате болып шығады. Содан кейін ол жойылады. Бұл оқиға бойынша барлық деректер құпия болып қалады және Уильям Бассеттің өзі 2011 жылы жария ету тәртібін бұзбай қайтыс болады. Әлемді жойылудан құтқарған офицер туралы ол 2015 жылы кейіпкердің әріптесі ұшқыш Джон Бортнердің ашуының арқасында белгілі болды. ақш үкіметі оқиғаның шындығын растады, бірақ капитан Бассет ядролық оқтарды пайдалану құқығын білдіретін шифрды не үшін алғанын айтудан бас тартты. 1983 жылы 26 қыркүйекке қараған түні кеңес офицері КСРО мен ақш арасындағы ықтимал ядролық соғыстың алдын алады. Бұл зымырандық шабуыл туралы ескерту жүйесінің істен шығуына байланысты басталуы мүмкін еді. Серпухов 15 командалық пунктіндегі компьютер Солтүстік Америкадан зымыран ұшырылғанын хабарлайды. Бірақ жедел кезекші подполковник Станислав Петров сигналды жалған деп дұрыс бағалайды. Көз тірісінде Петровты көпке дейін ешкім білмеген. Қазір оның есімі энциклопедияларға енген. Сол күні Станислав Петров кезекшілікте болмау керек еді. Ауысым әдеттегідей басталды. Мен жұмысқа сағат кешкі 20:00-де келдім деп есіне алады. Сол күні менің қарамағымда 80 әскери қызметші болды. Біз әдеттегідей істейтін іспен айналыстық. Қарапайым ғана дейді. Сағат түнгі 00:15-те бақылау өткізу бекетінде сиреналар дауыстай бастады. Петровтың жұмыс орнына қарама-қарсы экранда кенеттен старт көз сөзі пайда болды. Сондай-ақ ол жерден Солтүстік Америка картасын және батыс жағалаудағы әскери базаның жанындағы шағын алаңды көруге болады. Жүйеге сәйкес зымырандар дәл осы жерге ұшып жатты. Осы кезде бөлмеде отырғандардың бәрі Петровқа қарап бұйрық күтті, бірақ ол оларға тұрған жерінде қалуды бұйырды. Подполковниктің өзі ережеге сәйкес зымырандық шабуыл туралы ескерту жүйесінің командиріне және штаб бастығына хабарлауы керек еді. Ол үшін басқа бөлмеге кіріп телефон соғу керек болды. Мен 2 минуттан кейін басшылыққа қоңырау шалып, телефон арқылы дабыл қағып тұрғанын айттым, дейді. Зымырандар егер олар шынымен ұшырылған болса, біздің әуе кеңістігімізге еніп, радарларға түскенше 18 минутта болу керек еді, бірақ олай болмады деп жеткізеді. Петров келесі жылы 1984 жылы зейнеткерлікке шығады. Ақпараттық және саяси пікірлердің құпиялығына байланысты оның ерлігі туралы КСРОда ешкім білмейтін. Ал оның өзі мен жақсы ұйықтадым, бәрін ұмыттым деп жасырын жұмысқа үйренгендіктен болған оқиғаға аса мән бермеді. Кеңес офицері Станислав Петров 3-ші дүниежүзілік соғыстың басталуына жол бермеген тағы бір адам болды. 1962 жылғы Кариб дағдарысы КСРО мен ақш арасындағы өткір саяси және әскери қақтығыс болды. Бұл 40 қабақ соғыстың шарықтау шегі еді. Бірақ ол жерде не болды және Кариб теңізінің қандай қатысы бар? Кариб дағдарысына қатысушылар негізі КСРО бас хатшысы Хрущев пен ақш президенті Джон Кеннеди, Куба революциясының жетекшісі Фидель Кастро болды. 1962 жылы қыркүйек айы американдық барлау ұшағы Кубадағы зениттік қондырғылардың құрылысын суретке түсіреді. ақш президенті Кеннеди мен Конгресс ақштық жауын талқылайды. Кубаға әскери басып кіру ұсынылады, бірақ Кеннеди оған қарсы болады. Нәтижесінде олар теңіз блокадасындағы туралы келісімге келеді. Бұл құқық бойынша соғыс актісі болып саналады. 1962 жылы 24 қазанда Кубаның теңіз блогы басталады. Дәл осы уақытта ядролық оқтары бар 30 кеңес кемесі сонда бара жатты. Мәселе Кубада кеңестік зымырандардың болуы туралы заңсыз ештеңе болмағандығы анықталды. Дәл сол НАТО зымырандары бүкіл Еуропада, атап айтқанда Түркияда орнатылған. 1962 жылы 26 қазанда Хрущев Кеннедиге хат жазып, Кубадағы режимнің қауіпсіздігіне кепілдік беру шартымен ракеталарды жоюды ұсынды.
1962 жылы 27 қазан күні замандастар оны күнтізбе бітетін күн деп атаған. Американың У-2 барлау ұшағы Кубаның үстінде атып түсіріледі. Сол күні кеңестік Б-59 сүңгуір қайығы ақш әскери теңіз күштерімен соқтығысады. Капитан Савицкий мен оның көмекшісі Архипов басқарған сүңгуір қайық қазан айының 1 күні Кубаға аттанады. Мәскеумен байланысы болмайды, ал экипаж саяси жағдай туралы білмейді. Американдықтар сүңгуір қайықта ядролық зымырандар бар екенін білмей, су асты қайықты бомбалап су бетімен шығуға мәжбүр етеді. Сүңгуір қайық капитаны Александр Савицкий американдық флотқа шабуыл жасау үшін ядролық оқтары бар торпедо ұшыруға шешім қабылдайды. Саяси қызметкер Иван Масленников командирді қолдайды. Алайда бірінші жары Василий Архипов бұл шешімге қарсы болып, бұл мәселеде өте табанды болды. Ол КСРО жоғары қолбасшылығынан хабарлама келгенше әріптестерін ядролық қаруды қолданбауға көндіреді. Осы кісінің арқасында апаттың алдын алып, сол күні осы оқиғаға қатысушылардың барлығын тірі қалады. 1883 жылы тамызда мексикалық астроном Хосе Бонилла күннің дискісінің кесіп өткен фотосуретте оғаш нысандар түсіріп алады. Олардың 300-ге жуығы болады. Ғалымдар осыдан 130 жылға жуық бұрын болған оқиғаның сырын ашқанға ұқсайды. Олар мексикалық астроном Хосе Бонилланың 1883 жылы 12 тамызда жерге жақын кеңістікті бақылау кезінде қандай оғаш нысандар түсіргенін түсіндірді. Кейінірек бұл үлкен кометаның фрагменттері екені белгілі болды, және олардың барлығы жерге өте жақын өтті. Мысалы, кометаның кейбір бөліктері планетаның бетінен небәрі 538 километр қашықтықта ұшты. Олардың көлемі 795 метр, ұзындығы 1 шақырымнан астам болды. Осы кезде адамзатқа ядролық соғыс басталған жағдайдан кем емес апат қаупі төнді. Шын мәнінде кез келген ядролық жарылыс мұнымен салыстырғанда елеусіз болып көрінеді. Тунгуска метеорит деп аталатын астероидты еске түсірген жөн. Оның күші 50 мегатоннаға бағаланады, және бұл ең қуатты сутегі бомбасының энергиясына сәйкес келеді. Егер бұл фрагменттер жермен соқтығысса, жарылыс энергиясы болады. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Не үшін Сентинель аралын адам жегіштер деп атайды? Ол аралда неге ешкім мойындамайды? Ол жақта адамдар қалай өмір сүреді? Бірге қарайық. Адамзат әрқашан бейтаныс жерлерді зерттеп, жаңа мәдениетті үйренуге тырысты. Дегенмен, әлемде әлі күнге дейін тайпасы бар арал бар. Ол туралы ешкім білгісі келмейді, және тәжірибелі саяхатшылар Құдайы ұмытылған аралына барғысы келмейді. Солтүстік Сентинель аралы 72 километр квадратты құрайтын Бенгалия шығанағындағы Андаман аралдарының бірі. Бұл жерге баруға тыйым салынады. Себебі ол адамдармен байланыссыз деп аталады. Яғни басқа адамдармен ешқашан байланысқа түспеген. Бұл аралдық Сентинель тайпасының отаны болды. Ол сыртқы әлеммен кез келген байланыстан бас тартады, және аралына жақындауға тырысатындардың барлығына агрессивті қарсы тұрады. Бір қызығы, бұл тайпа алғаш рет 1700 жылдары табылған. Сентинельдердің пайда болған уақыты бұл тас ғасыры. Онда байқау көрсеткендей, бұл адамдар әлі де өмір сүреді. Ресми түрде Сентинель аралы Үндістан үкіметімен басқарылады, бірақ шын мәнінде жолсыз Сентинель аралы
өз құруларына қалдырылады. Өйткені олар ешқандай мемлекеттің қосу туралы ешқандай келісімдерге қол қоймады және тіпті оны талқыламады. Аралда тұратын тайпаның саны әртүрлі бағалаулар бойынша 50-ден 400-ге дейін адам. Арал 18 ғасырдың соңында ашылған, бірақ оның бар болуы шамамен бір ғасыр бойы ұмытылып кеткен және 1867 жылы ғана осы суда үнді елі сауда-саттық кемесі құлаған кезде ғана есіне алынады. Бүгінде антропологтар келбетке келетін адамдарды негрито деп атайды. Сентинель аралында сары терілер, бұйрақ клубтар биіктігі 170 сантиметрден аспайтын адамды тұрады деп айтылған. Сентинель аралындағы адамдар жалпы металдан жебелер жасайды және оны көптеген басқа қолөнер мен құралдарда пайдаланады. Жалпы 1974 жылы географиялық сентинель қиылысында экспедициялық команда ол жерге зерттеумен барады. Және ол жердегі сентинель аралындағы адамдар оларға жебелермен шабуыл жасайды. Америкадағы испандықтар сияқты оларға ойыншықтар, ас үй ыдыстарын, кокос жаңғағын және тіпті тірі шошқаны қалдырды. Бірақ жебелер қайтадан ұшып, біреуі деректі фильмнің режиссерін жаралайды. Және осы экспедициядан кейін аралға ешкім келмейді. Және бір қызығы, бұл 90-шы жылдары ғана болды. Және олар кемелерді сәл жақындатуға мүмкіндік берді, бірақ ешқашан аралдың ішіне кіргізуге мүмкіндік бермеді. Соңында Үндістан үкіметі байланысу әрекетін тоқтатады. Сондықтан 2004 жылғы цунамидің оларға қалай әсер еткені де түсініксіз. 21-ші ғасырдың өзінде-ақ белгілі, олар оны түнеуге тура келген бірнеше балықшыны өлтіреді және ұшып жүрген тікұшақтарға тастармен, жебелермен үркітеді, қорқытады, атады. Және бұл адамдар біз өркениет деп атайтын нәрсемен ештеңе білгісі келмейтіні анық. Соңғы 150 жылда адамзат өмірі қауіп-қатерде тұрды. Себебі ядролық ракеталар ұшырмақшы болды және адам өміріне қауіп төнетін бірнеше жоспарлар құрылды. Адамзат өлтірудің ең үлкен қаруын ойлап тапты. Олардың күші таң қалдырады. Бұрын-соңды мемлекеттер қарулануда мұндай күшті болмаған. Адамдар ешқашан өзін-өзін жоюға жақын болған емес. 1962 жылы 28 қазанда Кубада Оковенада орналасқан американдық әскери базаның қызметкерлері қорқынышты бұйрық алады. Олардың айтуынша әскерилер үш елді КСРО, Қытай және Кореяны жою үшін дереу баллистикалық зымырандарды ұшыру керек болады. Оковена базасында ядролық оқтары бар 32 зымыран болады. Олардың барлығы толық жауынгерлік әзірлікте болды. Олардың ұшырылуы сөзсіз әлемнің және жер планетасындағы барлық тіршіліктің жойуына алып келеді. Алайда капитан Уильям Бассет сол күні базада кезекшілікте болады. Бұйрықты тыңдағаннан кейін Бассет оның дұрыстығына күмәнданады. Өйткені бұйрықта көрсетілген қауіп деңгейі оның атауына сәйкес келмеді. Ол Дефкон 2 деп белгіленеді, ал ядролық зымырандарды ұшыру тек Дефкон 1 бұйрығымен жүзеге асырылуы керек. Сондықтан арнайы нұсқаулар тағайындалады. Содан кейін Бассет жоғары шенді офицерлер асығыстық пен қатердің қате деңгейін көрсеткен болуы мүмкін деп ойлады. Бүкіл адамзаттың өмірі капитан Бассеттің қолында болды. Егер ол бұйрықты орындаса, жер бетіндегі барлық тіршілікпен бірге жойылып кетер еді.
Оның өзі басшыларға барып қауіптенген дефкон 1 деңгейінде дейін көтеру немесе бұйрықтан бас тарту туралы ультиматум береді. Содан кейін ядролық шабуыл туралы бұйрық қате болып шығады. Содан кейін ол жойылады. Бұл оқиға бойынша барлық деректер құпия болып қалады және Уильям Бассеттің өзі 2011 жылы жария ету тәртібін бұзбай қайтыс болады. Әлемді жойылудан құтқарған офицер туралы ол 2015 жылы кейіпкердің әріптесі ұшқыш Джон Бортнердің ашуының арқасында белгілі болды. ақш үкіметі оқиғаның шындығын растады, бірақ капитан Бассет ядролық оқтарды пайдалану құқығын білдіретін шифрды не үшін алғанын айтудан бас тартты. 1983 жылы 26 қыркүйекке қараған түні кеңес офицері КСРО мен ақш арасындағы ықтимал ядролық соғыстың алдын алады. Бұл зымырандық шабуыл туралы ескерту жүйесінің істен шығуына байланысты басталуы мүмкін еді. Серпухов 15 командалық пунктіндегі компьютер солтүстік Америкадан зымыран ұшырылғанын хабарлайды, бірақ жедел кезекші подполковник Станислав Петров сигналды жалған деп дұрыс бағалайды. Көз тірісінде Петровты көпке дейін ешкім білмеген, қазір оның есімі энциклопедияларға енген. Сол күні Станислав Петров кезекшілікте болмау керек еді. Ауысым әдеттегідей басталды. Мен жұмысқа сағат кешкі 20:00-де келдім деп есіне алады. Сол күні менің қарамағымда 80 әскери қызметші болды. Біз әдеттегідей істейтін іспен айналыстық, қарапайым ғана дейді. Сағат түнгі 00:15-те бақылау өткізу бекетінде сиреналар дауыстай бастады. Петровтың жұмыс орнына қарама-қарсы экранда кенеттен старт көз сөзі пайда болды. Сондай-ақ ол жерден солтүстік Америка картасын және батыс жағалаудағы әскери базаның жанындағы шағын алаңды көруге болады. Жүйеге сәйкес зымырандар дәл осы жерге ұшып жатты. Осы кезде бөлмеде отырғандардың бәрі Петровқа қарап бұйрық күтті, бірақ ол оларға тұрған жерінде қалуды бұйырды. Подполковниктің өзі ережеге сәйкес зымырандық шабуыл туралы ескерту жүйесінің командиріне және штаб бастығына хабарлауы керек еді. Ол үшін басқа бөлмеге кіріп телефон соғу керек болды. Мен 2 минуттан кейін басшылыққа қоңырау шалып, телефон арқылы дабыл қағып тұрғанын айттым, дейді. Зымырандар егер олар шынымен ұшырылған болса, біздің әуе кеңістігімізге еніп, радарларға түскенше 18 минутта болу керек еді, бірақ олай болмады деп жеткізеді. Петров келесі жылы 1984 жылы зейнеткерлікке шығады. Ақпараттық және саяси пікірлердің құпиялығына байланысты оның ерлігі туралы КСРО-да ешкім білмейтін. Ал оның өзі мен жақсы ұйықтадым, бәрін ұмыттым деп жасырын жұмысқа үйренгендіктен болған оқиғаға аса мән бермеді. Кеңес офицері Станислав Петров 3-ші дүниежүзілік соғыстың басталуына жол бермеген тағы бір адам болды. 1962 жылғы Кариб дағдарысы КСРО мен ақш арасындағы өткір саяси және әскери қақтығыс болды. Бұл қырғи қабақ соғыстың шарықтау шегі еді. Бірақ ол жерде не болды және Кариб теңізінің қандай қатысы бар? Кариб дағдарысына қатысушылар негізі КСРО бас хатшысы Хрущев пен ақш президенті Джон Кеннеди, Куба революциясының жетекшісі Фидель Кастро болды. 1962 жылы қыркүйек айы американдық барлау ұшағы Кубадағы зениттік қондырғылардың құрылысын суретке түсіреді. ақш президенті Кеннеди мен Конгресс ақштық жауын талқылайды. Кубаға әскери басып кіру ұсынылады, бірақ Кеннеди оған қарсы болады. Нәтижесінде олар теңіз блокадасындағы туралы келісімге келеді. Бұл құқық бойынша соғыс актісі болып саналады. 1962 жылы 24 қазанда Кубаның теңіз блогы басталады. Дәл осы уақытта ядролық оқтары бар 30 кеңес кемесі сонда бара жатты. Мәселе Кубада кеңістік зымырандардың болуы туралы заңсыз ештеңе болмағандығы анықталды. Дәл сол НАТО зымырандары бүкіл Еуропада, атап айтқанда Түркияда орнатылған. 1962 жылы 26 қазанда Хрущев Кеннедиге хат жазып, Кубадағы режимнің қауіпсіздігіне кепілдік беру шартымен ракеталарды жоюды ұсынды. 1962 жылы 27 қазан күні замандастар оны күнтізбе бітетін күн деп атаған Американың У-2 барлау ұшағы Кубаның үстінде атып түсіріледі. Сол күні кеңестік Б-59 сүңгуір қайығы ақш әскери теңіз күштерімен соқтығысады. Капитан Савицкий мен оның көмекшісі Архипов басқарған сүңгуір қайық қазан айының 1 күні Кубаға аттанады. Мәскеумен байланысы болмайды, ал экипаж саяси жағдай туралы білмейді. Американдықтар сүңгуір қайықта ядролық зымырандар бар екенін білмей, су асты қайықты бомбалап су бетімен шығуға мәжбүр етеді.
сүңгуір қайық капитаны Александр Советский американдық флотқа шабуыл жасау үшін ядролық оқтары бар торпедо ұшыруға шешім қабылдайды. Саяси қызметкер Иван Масленников командирді қолдайды. Алайда бірінші жары Василий Архипов бұл шешімге қарсы болып, бұл мәселеде өте табанды болды. Ол КСРО жоғары қолбасшылығынан хабарлама келгенше әріптестерін ядролық қаруды қолданбауға көндіреді. Осы кісінің арқасында апаттың алдын алып, сол күні осы оқиғаға қатысушылардың барлығын тірі қалады. 1883 жылы тамызда мексикалық астроном Хосе Бонилла күннің дискісінің кесіп өткен фотосуретте оғаш нысандар түсіріп алады. Олардың 300-ге жуығы болады. Ғалымдар осыдан 130 жылға жуық бұрын болған оқиғаның сырын ашқанға ұқсайды. Олар мексикалық астроном Хосе Бонилланың 1883 жылы 12 тамызда жерге жақын кеңістікті бақылау кезінде қандай оғаш нысандар түсіргенін түсіндірді. Кейінірек бұл үлкен кометаның фрагменттері екені белгілі болды, және олардың барлығы жерге өте жақын өтті. Мысалы, кометаның кейбір бөліктері планетаның бетінен небәрі 538 километр қашықтықта ұшты. Олардың көлемі 795 метр, ұзындығы 1 шақырымнан астам болды. Осы кезде адамзатқа ядролық соғыс басталған жағдайдан кем емес апат қаупі төнді. Шын мәнінде кез келген ядролық жарылыс мұнымен салыстырғанда елеусіз болып көрінеді. Тунгуска Метрейти деп аталатын астероидты еске түсірген жөн. Оның күші 50 мегатоннаға бағаланады, және бұл ең қуатты сутегі бомбасының энергиясына сәйкес келеді. Егер бұл фрагменттер жермен соқтығысса, жарылыс энергиясы болады.